1945 жылдың ақпан айында Қырымда үлкен үштік мемлекеттерінің көшбасшылары тарихи кездесуде бас қосты. Оған КСРО басшысы Иосиф Сталин, Ұлыбритания премьер-министрі Уинстон Черчилль және ақш президенті Франклин Рузвельт қатысты. Ялта конференциясында қабылданған шешімдер соғыстан кейінгі әлемнің құрылымын анықтады. Дәл осы жерде одақтастар біріккен ұлттар ұйымын құруға келісті. Бұл идеясының авторы президент Рузвельт болды. Америкалықтар оны көреген әрі дана саясаткер деп санады. Оның басшылығымен Америка құрама штаттары өзінің қуатын бірнеше есе арттырып, әлемдік супер державаға айналды. Рузвельт ақштың қазіргі деңгейге жетуіне орасан зор үлес қосқан президенттің бірі. Ялта конференциясы Франклин Рузвельт қатысқан соңғы халықаралық кездесу болды. Арада 2 ай өткен соң, ақштың 32-ші президенті 62 жасында кенеттен қайтыс болды. Рузвельт Америка тарихындағы ең мықты қорғаушы. Оған тең келер ешкім болған жоқ. Неліктен америкалықтар Рузвельтті ұлт құтқарушысы деп атады? Ол ақшты ұлы әлемдік державаға қалай айналдырды? Не себепті Америка мен Кеңес одағының бейбіт өмір сүре алатынына сенді? Нью-Йорк. Өткен ғасырдың 20-шы жылдары. Қаланың орталық алаңындағы жарқыраған иллюминациялардан көздің жауын алады. Бұл зәулім ғимараттар, банктер мен сән салтанатқа толы қалада өмір бір сәтке де тоқтамайды. Жағдайы жақсы америкалықтар жуырда ғана ат арбалардан автокөліктерге ауысқан. Ал үйлерінде алғашқы тұрмыстық техника пайда болды. Азаматтық авиация қорқынды дамып жатыр. Манхэттеннің үстінде бой көтерген алғашқы зәулім ғимараттар өркендеу дәуірінің символына айналды. Америкалықтар бұл кезеңді гүрілдеген 20-шы жылдар деп атады. Көбісі бұл кезең ешқашан аяқталмайды деп сенген. Бірақ бәрі 1929 жылдың 29 қазанында сейсенбі күні өзгерді. Сол күні Нью-Йорк қор биржасында миллиондаған акциялар арзанға сатылды. Бұрын $30-40 тұратын бағалар қазір бірнеше центке дейін құлдырады. Бір сәтте Американың ірі корпорацияларының активтері $30 миллиард қысқарды. Ол кезеңде бұл қомақты қаржы еді. Бұл бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы ақштың барлық шығындарынан көп еді. Биржаның құлады. Жарты сағат ішінде шамамен 20 миллион акция сатылды. Брокерлер алқынынан адасып, бір-біріне шабуылдады. Адамдардың әрекеті жабайы аңдарға ұқсас болды. Бар байлығы бір сәтте құнсызданып, қалған брокерлер мен банкрот болдым деп жылады. Бұл күнді америкалық газеттер қаралы сейсенбі деп атады. Қор биржаларының құлдырауы елдің экономикасын тереңге батырды. 5000 банк банкротқа ұшырады. 9 миллион адам барлық жинақтарынан айырылды. Жүздеген зауыттар жабылды. Апта сайын шамамен 100 000 адам жұмыссыз қалатын. ақш президенті Герберт Гувер бұл уақытша қиындық деп америкалықтарды сендіргісі келді. Бірақ ай сайын жағдай тек нашарлай берді.
Ірі қалалардың шет аймақтарында кедейлердің стихиялық қоныстары пайда бола бастады. Үмітсіз халық оларды Гувервилл деп атады. Лашықтар қоқыс металл сандықтар мен картон қораптардан тұрғызылды. Тұрғындар түнде жамылатын газеттерді Гувер көрпелер деп, тамаққа ұсталған жабайы қойындарды Гувер шошқалар деп атайтын. Адамдардың тіпті жейтін тамағы болмаған соң аштық шерулер басталды. Бірақ бұл шерулер басып тасталды. Вашингтондағы шеруді басуға екінші дүниежүзілік соғыстың болашақ батыры МакАртур қатысты. Ол оның көмекшісі Эйзенхауэр болды. Олар аш адамдарға оқ атып, көтерілістерді басып тастады. Міне, өркендеп келе жатқан Америка осындай күйге түсті. 1932 жылғы президенттік сайлауда үлкен тартыс болды. Президенттікке үміткерлердің арасында күтпеген жерден Нью-Йорк штатының 50 жастағы губернаторы Франклин Делано Рузвельт өзін айқын көрсетті. Ол америкалық саясаткерлердің ішінде бірінші болып ұмытылған адам туралы айтты. Мұндағы ұмытылған адам деп мемлекет тағдыр тәлкегіне тастап кеткен америкалық кедейлерді атаған. Рузвельттің сайлауалды кампаниясы тек жақтастары үшін ғана емес, бәсекелестер үшін де сенсация болды. Мүгедек арбасында отырғанға қарамастан 18 штатқа барып, 20 000 шақырым жол жүрді. Ол сөздерінде, ол жұмыстан және жинақтарын айырылғандардың барлығына көмектесем деп уәде етті. Мен сіздердің көмектеріңізді тек дауыс жинау үшін ғана емес, Америка халқына елін қайтару жолындағы күресте жеңу үшін сұраймын. Ол өз бағдарламасында кедейлерге, жұмыссыздарға қамқорлық жасау керек мәселесін көтерді. Сондықтан 1932 жылы арбада отырған, сал боп қалған Рузвельтті президентке кандидат ретінде ұсынғанда, Свес оны бір ауыздан қолдады. Нью-Йорк штатында тәртіп орнатқан губернатор енді сол президент болуға лайық деп есептеді. Сайлауда Рузвельт сенімді жеңіске жетті. 1933 жылдың 4 наурызында Вашингтондағы Капитолий террасасында жаңа президенттік инаугурация өтті. Ұлтқа үндеуінде Рузвельт былай деді: Қазір шындықты айтуға, барлық шындықты ашық және батыл түрде айтуға ең қолайлы уақыт. Біздің елдегі бүгінгі жағдайға адал көзқарас қажет. Мемлекетті қайта қалпына келтіру тек моральдық өзгерістер ғана емес, шұғыл іс әрекеттерді қажет етіп тұр. Рузвельт ақш-ты бүгінгі деңгейге жеткізген ең ықпалды президент. Рузвельт американдық капиталистік жүйені Америка құрама штаттарының негізін сақтап қалған адам. Оған тең келер ешкім болған жоқ. Ол елдің саяси және әлеуметтік жүйенің қорғаушысы болды. Бұл Американың ең мықты қорғаушысы. Ол сияқты басқа ешкім болған жоқ. Франклин Делано Рузвельт 1882 жылы 30 қаңтарда Нью-Йорктегі ауқатты кәсіпкер отбасында дүниеге келген. Оның әкесі Джеймс Рузвельт көмір және көлік компанияларының акцияларына иелік етті. Жас кезінде Франклин жақсы үйде білім алды. Гарвард университетінің заң факультетін тәмамдаған соң, Нью-Йорктегі ірі адвокаттық фирмалардың біріне жұмысқа орналасты. Ол танымал саясаткер болуды армандады. Әкесінің туысқан ағасы сол кездегі ақш президенті Теодор Рузвельтке қатты қызығатын.
1910 жылы отбасылық байланыстардың байлық пен әйгілі фамилиясының арқасында Франклин Нью-Йорк штатының заң шығару жиналысына сенатор болып сайланды. Жергілікті газеттер оны амбициялы және өзіне тым сенімді жас жігіт деп римдік патриция теңеген. Рузвельтке жас адвокат ретінде қызығушылықты танытқандар болды. Ең бастысы, оның қаржылық мүмкіндіктеріне қызықты. Қалай оны саясатқа тартып алсақ болады деп ойлады. Рузвельт келісті және бір күні достарының арасында: "Білесіздер ме, бұл тамаша бастама. Алдымен заң шығару жиналысының мүшесі болам, содан кейін сенатор, одан кейін елдің президенті болам" деді. Рузвельт саяси мансабын қарқынды дамыды. 1913 жылы ол әскери теңіз министрінің көмекшісі болды. Бірінші дүниежүзілік соғыс жылдары Рузвельт Американың қуатты мұхит флотын құрып, әлемнің жартысын бақылауға алуды ұсынды. Соғыстан кейін Рузвельт алғаш рет президенттік сайлауға қатысты. Ол 20 штатқа барып, күніне 13 сөз сөйледі. Бірақ Франклиннің күніне қарамастан, америкалықтар оны дауыстарын оған емес, республикашыл Герберт Хуверге берді. 1921 жылы 11 наурызда күш қуаты тасып тұрған Франклин Рузвельт ауыр трагедия соққыға алды. Сол күні ол отбасымен Кампебелла аралында демалып, мұздай мұхит суында балық аулап шомылып жүрді. Ал ертесіне таңертең төсектен тұра алмай қалды. Дәрігерлер қойған диагноз полиомиелит болды. 39 жастағы Франклиннің денесінің төменгі бөлігі толық сал болып қалды. Бүйрегі мен ішек жұмысы бұзылды. Қолдары да әлсірей бастады. Рузвельтке бұл аурумен өмір сүруге үйрену үшін бірнеше жыл қажет болды. Ол балдақпен жүрді, әрнайы қолмен басқарылатын көлік жүргізді. Қоғамдық шараларда болашақ президент шалбардың астына жасырылған болат тіректер киіп жүрді. Ол осы тіректердің көмегімен тұрып сөйлеп, бір қолмен қозғап, екінші қолмен мінберді ұстайтын. Президент болған кезде ол өз суретін немесе бейнесін мүгедектер арбасында түсіруге тыйым салды. Бір партиялық шарада ол екінші қабаттағы жиналыс залына көтерілу керек болды. Оны арбада көтеріп шығармақ болған, бірақ Рузвельт бұған жол бермеді. Куәгерлер Рузвельттің өрт баспалдағымен қолымен көтеріліп бара жатқанын көрді. Қара терге түссе де, өзін дәрменсіз етіп көрсетпес үшін бар күшін салды. Ол өз суреттерінде немесе бейне материалдарда өзін соншалық дәрменсіз күйде көрсетуден барынша аулақ болуға тырысты. Негізінде ол сау адам, ол өзін-өзі толықтай басқара алады. Оның мүгедектігі америкалықтарға мәлім болды. Күш-қуатты бағалайтын ел болғанына қарамастан, олар өз көшбасшысын физикалық кемшілігін үшін емес, жетістіктері үшін қолдады. 1928 жылы Франклин Рузвельт Нью-Йорк штатының губернаторы болды. Бұл оның үлкен саяси жетістігі еді. Нью-Йорк елдегі ең ірі фабрикалар мен банктердің орталығы болды. Штаттың порттары арқылы ақштың барлық сауда айналымының 3/4 өтетін. Губернатор болған соң, Рузвельт ірі корпорациялар мен банкирлердің мүддесін қорғаудан бас тартатынын мәлімдеді. Штаттың бюджетін ол фермаларды электрлендіруге, шөлейт жерлерге көгалдандыруға және жолдар салуға бағыттады. Бұл саяси қадам еді. Нью-Йорктың магнаттары және губернаторды аса қатты ұнатпайтын, бірақ халық оны өте қатты жақсы көрді.
Америкада республикалық рух билейді. Президент Кулидж айтқандай, Американың ең бастысы ісі бизнес. Ең маңыздысы кәсіпкерлікпен айналысу, ал қалғаны маңызды емес. Шынында да Америка бизнеске әуес болды. Спекулятивті капитал өсті. Жалған компаниялар құрылды. 1929 жылы акциялардың құны нақты өндіріс пен өнімдердің құнынан әлде қайда асып кетті. Бірақ 15 қазан 1929 жылы National City Bank президенті Митчелл Америкадағы жағдай тамаша, банктер керемет жағдайда, бизнес өте жақсы дамуда деді. Арада бір апта өткен соң қаралы бейсенбі басталды. Миллиондаған акциялар арзан бағамен сатылып кетті. Ұлы депрессия басталғанда 12 миллион америкалық жұмыссыз қалды. Бұл ақштағы жұмыс істейтін халықтың 4-тен 1 еді. 1932 жылға қарай өнеркәсіп өндіріс 2 есе қысқарды. Америкалық капитализмнің аман қалатынына көбісі күмәндана бастады. Осындай қиын уақытта Рузвельт өз штатындағы барлық мұқтаждарға және жұмыссыздарға мемлекеттік жәрдемақы төлей бастады. Нью-Йорк губернатордың ізгілікке толы әрекеттері бүкіл елге тарады. Идеяларын насихаттау үшін Рузвельт радиомен жаңадан пайда болған дыбыстық киноны пайдаланды. 1930 жылы оның тапсырысы бойынша әлемдегі алғашқы Рузвельттің есебі атты дыбыстық деректі фильмі түсірілді. ақш президенті болғаннан кейін ол реформаларға кірісті. Өз бағдарламасын жаңа бағыт деп атады. Мемлекет бақылаушы рөлінен бас тартып, ұлттық экономиканы түбегейлі реттеуге көшті. ақшта жолдар, көпірлер, саябақтар және электр станцияларын салу сияқты ауқымды құрылыс басталды. Бұл құрылыс 8 миллион адамды жұмыспен қамтыды. Жалпы алғанда 400 мың нысан тұрғызылды. Кәсіпорындарда жұмысшылардың ең төменгі жалақысын, қарттарға зейнетақы мен мүгедектік бойынша жәрдемақы төлеуді кепілдендіретін әділ бәсекелестік кодекстері енгізілді. Рузвельт америкалық бизнесмендерге үндеу жасады. Егер барлық жұмыс берушілер бірге әрекет етіп, жұмыс уақытын қысқартып, жалақыны көтерсе, біз адамдарды қайтадан жұмыспен қамти аламыз. Сондықтан мен елдің жұмыс берушілерін осы келісімге қол қоюға шақырамын. Оған патриотизм мен адамгершілік үшін қол қоюларыңызды сұраймын. Сондай-ақ мен америкалық жұмысшыларды өзара түсіністік пен ынтымақтастық рухын бізді қолдауға шақырамын. Реформаларды жүзеге асыру үшін үлкен қаражат бөлінді. Мемлекеттік қазынаны толтыру үшін Рузвельт елде танымал емес сухой закон жойып, алкоголь өндірушілерге жоғары салық салды. Рузвельттің жаңа бағыты бірден өз жемісін бере бастады. 1934 жылы жалпы ішкі өнім алдыңғы жылмен салыстырғанда 4-тен 1 бөлікке артты. 1937 жылға қарай елдегі жұмыссыздық 2 есеге арзайды. Рузвельттің алғашқы 100 күні толығымен әлеуметтік көмек пен қызметкерді енгізуге арналды. Бұл капиталистік тіпті суперкапиталистік Америка үшін таңғаларлық жағдай еді. Әрине, Рузвельттің жаулары оны социалистік немесе коммунист деп атады. Басқалар бұл жаңа фашизм демесе диктатура деді. Жоқ, бәрі өз қалпында қалды. Сол баяғы партиялар жұмысын ары қарай жалғастырды. Демократия сақталды, ал дағдарыс күтпеген жерден аяқтала бастады. Қарсыластарының сынына жауап бере отырып, Рузвельт өз ұстанымының дәстүрлі америкалық құндылықтарға толық сәйкес келетінін атап өтті. Жеке меншік Америка Құрама Штаттарының экономикалық әл-ауқатының негізі болып табылатынына мен сенгенмін, сенемін және әрқашан сенетін боламын.
Рузвельт өз отандастарының жүрегін тез жаулап алды. Сол замандағы қарапайым американдықтардың көбі газет оқымаған, кейбірі тіпті оқи алмайтын. Бірақ олардың барлығында дерлік үйінде радио болды. Президенттіктің алғашқы күндерінен бастап, Рузвельт радио арқылы тұрақты сөз сөйлеуді дәстүрге айналдырды. Ол ошақтың жанында отырып, әрбір американдыққа жеке сөйлеп тұрғандай әсер қалдыратын. Мұндай радио хабарлар шамамен 40 минутқа созылатын және беседа у камина деп аталды. Бұл радио хабарлар Рузвельттің президенттігі кезінде бірнеше ай бойы үздіксіз шығып отырды. Мен бұрын соңды еркіндік түсінігін қайтаруды қолдаймын. Өйткені ол бойынша еркін адамдардың тағдыры көп жағдайда дәрежесі биік адамдардың қол астында жұмыс істеумен аяқталатын. Мен еркіндіктің әлдеқайда жалпы әрі ауқымды анықтамасын қалаймын. Сол арқылы қарапайым адамдарға тарихта бұрын соңды болмаған еркіндік пен қауіпсіздікке қол жеткізуге мүмкіндік беруге болады. Ол керемет шешен емес. Гитлер, Муссолини, Черчилль сияқты көпшілікті дүр сілкіндіретін алаңдағы оратор емес. Бірақ ол ошақ жанындағы сөз сөйлеу дәстүрін бастады. Америкалықтар оны әңгімелерін рақаттанып тыңдайтын. Бұл кейде ауру президенттің олар үшін бар күшін салғаны, оларға үндеуі, мейірімділігі, қарапайымдылығы бәріне қатты ұнайтын. Рузвельт көшеде, көліктерде көргенде адамдар, ол менің үйімді сақтап қалды. Ол маған жұмыс берді деп айғайлап, қуанып жататын. Бұл қасиетті адамға немесе мессияға тең еді. Осы уақытта әлемдегі жағдай барған сайын қауіпті болып бара жатты. 1933 жылы Адольф Гитлер Германия канцлері болды. Ол Германияның бірінші дүниежүзілік соғыстағы ауыр жеңілісі үшін тек алу мақсатында елді қайта қаруландыра бастады. Қиын шығыста да тыныштық болмады. Жапон әскері Манчжурияны басып алып, Қытайдың оңтүстік шығысына барып кірді. Вашингтонда ғасырлар бойы Америка құрлығынан тысқары қақтығыстарға араласпаған еді. Бірақ қазір Америкаға барған сайын шынайы қауіп төндіре бастады. ақш армиясы мен флоты қуатты жағынан ұлы державалардың қарулы күштерінен әлдеқайда төмен болатын. Рузвельт әскердің санын көбейтуге және екі мұхитта бірдей жұмыс істей алатын флот құруға кірісу керек деп шешті. Әсіресе әрқайсысы 90 ұшаққа дейін қабылдай алатын үлкен жүзбелі аэродромдар, авиатасымалдағыштарға ерекше назар аударды. Әскери реформа дер кезінде жүзеге асты. 1939 жылдың 1 қыркүйегінде екінші дүниежүзілік соғыс басталды. Германияның агрессиясы, әсіресе Францияның күйреуі және одан бұрын Польшаның құлауы күтпеген оқиға болды. Бұл бірінші дүниежүзілік соғыстағы жылдарға созылған позициялық соғыстар жағдаймен салыстырғанда таң қалдырды. Бұл ақпарат қарсылас блок немесе коалиция құрудың қажеттілігі туралы рационалды ойлардың негізін қалады. Соғыстың алғашқы күндерінен бастап, ақш Ұлыбритания мен Британ халқын сөзсіз қолдайтынын жариялады. 1941 жылдың тамызында премьер-министр Уинстон Черчилль мен Рузвельт Ньюфаундленд аралының жағасында кездесіп, Атлантикалық хартияға қол қойды. Бұл келісім антигитлерлік коалицияның негізін қалады. Рузвельт одақтастарына экономикалық және әскери көмек ұсынды. Ол ленд-лиз Гитлерге қарсы соғыс жақтан елдерге қару-жарақ, оқ-дәрі және ресурстары жеткізу туралы заңға қол қойды. Бұл заңға сәйкес соғыста жойылған әскери техника төленуге жатпайды. Қалған тауарларды тек соғыс аяқталғаннан кейін ғана төлеуге міндетті болды.
1941 жылдың сәуірінде танктер, ұшақтар және оқ-дәрілер тиеген кемелер керуені линкорлар мен эсминцтердің сүйемелдеуімен Британия жағалауына жіберілді. 1941 жылдың жазында нацистік Германия кеңес одағына басып кіргеннен кейін Ленд-лиз бағдарламасы КСРО-ға да таралды. Рузвельт бұл заңды бейнелі түрде өрт сөндіретін шланг деп атады. Ол оны көршісіне отты сөндіру үшін бергендей болды. 1941 жылдың 7 желтоқсанында таңертең Жапон авиациясы күтпеген жерден ақштың Перл-Харбор әскери теңіз базасына шабуыл жасады. Бірнеше сағат ішінде 5 линкорн суға батырылды. Әуежайларда 349 ұшақ өртеніп кетті. ақш бір сәтте дерлік тынық мұхит флотынан айырылды. Жапондар Гуам, Мидуэй, Филиппин және британдық Малайядағы американдық және британдық базаларға шабуыл жасады. Бұл күтпеген шабуыл Рузвельтке шок болғанымен, оның рухын сындыра алмады. Есінде қалған сәтті әйелі Элеонора былай деп баяндады. Шенеуніктер мазасыздана жүгіріп жүргенде, ол үстел басында еш алаңсыз отырды. Әрбір келесі хабар алдыңғысынан да үрейлі болғанымен, ол сабырлы күйін сақтап отырды. 8 желтоқсанда Рузвельт конгресте сөз сөйледі. Перл-Харборға жасалған шабуылды масқара күні деп атады. Осы сәттен бастап ақш екінші дүниежүзілік соғысқа кірісті. Қалайша америкалықтар елемей жүрген жапондар Гавай аралындағы ақштың мақтанышы әскери теңіз базасына соққы берді. Америка кенеттен әлемдік соғысқа араласып кетті. Оған соғысуға тура келді. Алғашында Америка құрама штаттарын дүрбелең мен үрей жайлады. Батыс жағалауында тұрғандар жапондық сүңгуір қайықтардың шабуылына дайындала бастады. Калифорнияға жаудың десанты түседі деген қауесет тарады. Елде антижапондық истерия жайлады. Билік барлық жапон текті америкалықтарды сотсыз және тергеусіз тұтқындау керек деп мәлімдеді. Нәтижесінде 120 мың адам үндістерге арналған резервацияларда салынған концлагерлерге жіберілді. Олар нашар жағдайдағы барақтарда толық антисанитарияда өмір сүрді. Мыңдаған адам аштық пен суықтан қайтыс болды. Рузвельтке бұл шаралардың әділетсіздігі бірнеше рет хабарланғанымен, ашуға булыққан ол әрекеттерді тоқтатуды ойламады да. 1942 жылдың 6 қаңтарында Перл-Харборға шабуыл жасалғаннан кейін, бір ай өткен соң президент жеңіс бағдарламасын жариялады. Оның жоспары жүздеген мың танктер, ұшақтар мен әскери кемелер өндіруді көздеді. Барлық жеке капитал мемлекеттік бақылауға алынды. Қысқа уақыт ішінде 1600 жаңа әскери зауыт салынды. Жұмысшылар саны 3 есе артты. 15 миллион адамға жетті. 1942 жылдың жазына қарай қару-жарақ өндірісі соғысқа дейінгі деңгейден 2 есе асып түсті. ақш экономикасы өркендеді. Америкалықтардың 3-тен ескі тұрақтары жұмыс және жақсы жалақы алды. Европаға азық-түлік жеткізу 2,5 есе артып, америкалық фермерлерді табысын ұлғайтты. Форд кәсіпорындары ерекше нәтижелерге қол жеткізді. Онда конвейер жүйесі жаппай қолданылды. Уиллоу Ранд қаласындағы бір ғана зауыт күн сайын рекордтық 100 ұшақ шығаратын. Бұл зауытқа барған Черчилль таңданып, егер Гитлер Уиллоу Рандты көрсе, өз тамағын өзі орар еді деп мәлімдеді. Жаңа зауыттар пайда болды. Ford, General Motors, Boeing, Douglas және басқа компаниялар өз өндірісін кеңейтті. Мемлекеттен миллиардтаған несие алып, жұмыс орындарын көбейтіп, елдің дамуына үлес қосты. Рузвельттің арқасында америкалықтар атом қаруы саласында әлемдік көшбасшы болды.
1939 жылы президент Альберт Эйнштейннен хат алды. Онда ғалым немістердің уранды қолданып жаңа қару жасап жатқанын хабарлады. Рузвельт бұл бағыттағы зерттеулерді дереу бастауды тапсырды. 1945 жылдың тамызында американдықтар Жапонияның Хиросима және Нагасаки қалаларына алғашқы атом бомбаларын тастады. 1944 жылдың тамызында Рузвельт Черчилльмен кездесіп, осы қаруға қатысты құпия меморандумға қол қойды. Бұл меморандумда англо-америкалық, сондай-ақ бастапқыда канадалық ынтымақтастық құпия сақталып, Кеңес одағы бұл туралы білмеуі тиіс делінген. Сонымен қатар Нильс Бор сияқты бейтарап елдердің ғалымдарына ерекше бақылау жасалып, ақпараттың таралуы болмау үшін шаралар қолданылды. Соғыс Рузвельттен бар күшін салуды талап етті. Ол елді аралап, әскери зауыттар мен армия лагерлерін тексерді. Ақ үйдің жақсы күзетілген қабырғасында күнделікті шенеуніктерді, журналистерді және дипломаттарды қабылдады. Демалыс сәттерінде президент өзінің сүйікті ісімен айналысты. Маркалар мен көне географиялық карталарды жинаумен. Оның жанында әрдайым 40 жыл бойы некеде бірге болған әйелі Элеонора болатын. Олардың бір қызы және 5 ұлы болды. Олардың әрқайсысы соғыс жылдары майданға аттанды. 1944 жылы Рузвельт ел президенті болып 4-ші рет сайланды. Рузвельт шын мәнінде ерекше тұлға еді. Ол ақш тарихындағы 4 рет мемлекет басшы болып сайланған жалғыз президент. Мұндай тәжірибе ол кезде Конституцияда тыйым салынбағанымен дәстүрге сәйкес құпталмады. Менің жасымдағы адамдардың көпшілігі сияқты менің де болашаққа жеке жоспарларым бар еді. Бірақ бүгінгі күні осының бәрін мемлекеттік деңгейдегі қауіп жоққа шығарды. Менің ар-ожданым бұл қызметке шақырудан бас тартуға мүмкіндік бермейді. Құдайдың көмегімен мен бар күшіммен қабілетімді салып, өз қызметімді жалғастырамын. Франклин Делано Рузвельт әрқашан Кеңес одағымен тығыз байланыстарды жақтаған. 1933 жылы Рузвельт президент болып сайланғаннан кейін көп ұзамай Америка ұлы державалар арасында соңғы болып Мәскеумен дипломатиялық қатынастар орнатты. 1941 жылы мемлекеттер Ленд-лиз туралы келісімге қол қойды. Ал бір жылдан кейін гитлерлік нацизмге қарсы бірлескен күрес туралы одақтық келісімге қол қойды. Рузвельтпен хат алмасу кезінде Сталин батыс Европада англо-америкалық әскерлер операциясын кешіктірмей бастауды талап етті. Рузвельт бұл идеяны қолдады, бірақ екінші майданның ашылуы мерзімі анықталмады. Касабланкада ақш пен Ұлыбритания көшбасшыларының кездесуінде Черчилль америкалық президентті Жерорта теңізінде әскери операцияны бастауға, солтүстік Африкадағы француз колонияларын босатуға және Сицилияға десант түсіруге көндірді. Осы уақытқа қарай америкалықтар тынық мұхитта белсенді әскери қимылдарға кірісіп кеткен болатын. Ауыр жеңілістер тізбегінен кейін ес жиған америкалық флот бір қатар ірі жеңістерге қол жеткізді. Мидуэй аралы маңындағы шайқаста америкалықтар 4 жапондық авиатасымалдағышты суға батырды. Бұл соққыдан Жапония соғыс аяқталғанға дейін айыға алмады. Ол стратегиялық бастамадан айырылып, америкалықтар тынық мұхит аралын азат етуге кірісті. 1942 жылы америкалықтар соғыстың барысын өз пайдасын өзгертіп, жапондықтардың ілгерілеуін тоқтатты. Бірақ Америка бұл жетістіктерге тек шығыс майданындағы біздің жеңістеріміздің арқасында ғана қол жеткізе алды. Рузвельт мұны жақсы түсінді және басты майдан Кеңес Германия майданы екенін біліп,
Германия бірінші кезекте деген ұстанымда болды. 1943 жылы Рузвельт Айова Линкольнна жарты әлемді айналып өтіп, Тегеранға келді. Мұнда кеңес елшілігі аумағында ол Сталинмен алғаш рет кездесті. Көшбасшылар арасында сенімді қарым-қатынас орнап, Рузвельт бұл қарым-қатынасты өмірінің соңына дейін сақтауға тырысты. Күтпеген жерден олар қалжың үстінде үшінші қатысушының артынан ортақ әңгіме табады. Олар Черчилльді негізінен Британ империя алаңдататынын айта бастайды. Бірақ болсын сол империясы бізге басқа мәселелерді шешу керек деген ойда болды. 1944 жылдың қазан айында Филиппин аралы Лейте маңында тарихтағы ең ірі теңіз шайқастарының бірі өтті. 3 күн бойы Жапон флоты одақтастар күштерін жоюға тырысты. Шайқасқа 244 кеме қатысты. Лейте шайқасында жапондар тарихта алғаш рет камикадзелерді, жанкешті ұшқыштарды қолданды. Кейін олар Жапон қолбасшылығының барлық ірі шайқастарында пайдаланды. Соғыс жылдары барлығы 2500 камикадзе дайындалды. Жалпы алғанда олар 34 америкалық кемені суға батырды. Америкалық әскери басшылық Жапония мен кеңес одақсыз күресті жалғастыру тәуекелдерін бірнеше рет есептеп көргенім белгілі. Бұл соғыстың өте қан төгісті ұзаққа созылатын анық болды. Жапон басшылығы дәл осындай нәтижеге үміт артқан. Өйткені жапондардың ұзаққа созылатын соғысқа мүмкіндіктері бар еді. 18 ай бұл кең таралған мерзім, оны бірнеше рет атап өткен. Әскери сарапшылардың айтуынша, Германияның тізе бүккені кейін Тынық мұхит театрында соғыс кем дегенде осынша уақытқа созылады. Америкалық миллион сарбаз бұл жағдайда жеңіс үшін құрбан болатын ең аз шығын. Рузвельт 1945 жылдың ақпан айында Ялта конференциясында Жапонияны бірлесіп талқандау жоспарын Сталинге ұсынды. Америкалық президент Қырымға Мальтадан ұшып келді. Оның ұшақта ұйықтайтын бөлме, радиотелефон және лифт болды. Келіссөздер барысында Сталин Рузвельтке Европадағы соғыс аяқталғаннан кейін 2 ай ішінде Манчжуриядағы жапон әскеріне қарсы шабуыл бастауға уәде берді. Олар сондай-ақ Біріккен ұлттар ұйымын құру мәселесін талқылады. Ұйым негізіне ұлы державалардың бір ауыздылығы принципі алынды. Рузвельт соғыстан кейін әлемде әртүрлі саяси жүйесі бар елдердің өзара келісімге келе алатынын сенді. Біріккен ұлттар ұйымы 1945 жылдың маусымында америкалық президент қайтыс болғаннан кейін 2 ай өткен соң құрылды. Рузвельт оптимист еді. Ол соғыстан кейін жаңа әлемдік тәртіп құруға болады деп сенетін, либералды оптимист болатын. Ол Біріккен ұлттар ұйымына үлкен мән берді. Кеңес одағының бұл ұйымның негізін қалаушылардың бірі ретінде қатысуын өте маңызды деп санады. Ол кеңес одағы либерализация бағытына бет бұрады деп ойлады. Сталинге ықпалын сақтап, оны дұрыс бағытқа бағыттау арқылы бұл жүзеге асады деп үміттенді. Ол Сталиннің кеңес одағының басшысы екенін және оның бағдарламасы қандай болса, кеңес саясаты да солай құрылатынын жақсы түсінді. Бұл тұрғыда Рузвельт оптимист болды, бірақ кейбір мәселелерде әсіресе Сталинді қайта тәрбиелеу мүмкіндігінде қателескен сияқты. Дегенмен ол үлкен үштік ынтымақтастығын соғыстан кейінде сақтауға сенді. Америкалық конгресс пен бүкіл әлемдегі еркін адамдар Біріккен ұлттар ұйымының бас сәулетшісінің күш-жігерін есінде сақтайды. Олар оның қайтыс боларынан аз уақыт бұрын халықаралық ұйымдар туралы айтқан сөздерін есте ұстайды. Ол бұл конференцияның нәтижелерін бейбітшілікті сақтау бойынша тұрақты құрылымның алғашқы қадамдарды ретінде қабылдайтынына Конгресс пен америкалық халықтың
сенім білдіретінін айтқан. Бұл Құдайдың жәрдемімен балаларымыз бен немерелеріміз, сіздердің де, менің де, әлемнің барлық балаларымен бірге өмір сүре алатынын және өмір сүруі тиіс жақсы әлемдік тәртіп құруға кірісуіміз керек. Рузвельттің соғыстан кейінгі әлем туралы концепциясы, оның ізбасарлары ұстанған көзқарастардан едәуір ерекшеленеді. Ең алдымен бұл оның вице-президенті, кейінгі президент Труменге қатысты. Рузвельт соғыстан кейінгі әлемді ірі державалардың, яғни ең алдымен Америка мен Кеңес одағының келісімі арқылы бейбіт өмір сүруге алатын әлем ретінде қарастырды. Өйткені Британия бұл кезде банкротта ұшыраған мемлекет болатын. Осыған байланысты ол Сталинге Европада қауіпсіздікке құқық беру қажет деп есептеді. Оның үстіне Рузвельттің көзқарасы бойынша Европа толығымен қираған, әлсіреп бара жатқан құрлық еді. Сталин өзіне қауіпсіздік аймағын алатын болады. Бірақ мұны әдемі түрде жасайтын еді. Рузвельт батыстық ойын ережелерін қатты ұстанатын, барлық жерде сайлау өткізу, бәрін керемет түрде рәсімдеу қажет деп санады. Рузвельт өз ойларын толық жүзеге асырып үлгермеді. 1945 жылы 12 сәуірде ол миына қан кету салдарынан қайтыс болды. Америка аза тұтуға батты. Рузвельттің денесі салынған табытты Вашингтонның басты көшесі Капитолийден Ақ үйге дейін созылған Пенсильвания даңғылымен алып өтті. Президентті соңғы сапарға шығарып салу үшін мыңдаған америкалықтар жиналды. Сол күні әлемдегі ақш елшіліктерінде мемлекеттік тулар төмен түсірілді. Кеңес тарихында шетелдік қайраткердің қазасына байланысты елдің аза тұту туларын түсіргені бұрын соңды болмаған. Бірақ Рузвельт қайтыс болғанда бүкіл ел қайғыға батты. Бұл ауыр шығын ретінде қабылданды. Себебі Сталин Рузвельттің кең ой өрісіне сүйеніп, қарым-қатынастарда күрт өзгеріс болдырмай, достықта сақтап қалуға үміт артқан еді. Қырғи қабақ соғыс қаншалықты сөзсіз болды. Егер Рузвельт тағы 1-2 жыл өмір сүрсе, жағдай қалай өзгерер еді деген сұрақтар әлі күнге дейін тарихшылардың талқысы болып келеді. Менің жеке пікірім, одақтастар арасындағы, соның ішінде біздің ел мен америкалықтар арасындағы объективті қайшылықтар тым терең болды. Сондықтан оларды Рузвельттің өзі де жеңе алмас еді. Дегенмен, бұл қатынастардың жаңа қатаң бәсекелестік пен қарсылық сипатына көшу басқаша, жұмсақ әрі біртіндеп болуы мүмкін еді. Егер Рузвельт тірі болғанда, жаулықтың мұндай шектен тыс көріністері орын алмас па еді. 1945 жылы 11 қаңтарда Рузвельт Конгреске өзінің соңғы үндеуінде бұлай деді: Біз қазіргі америкалықтар, одақтастарымызбен бірге тарих жазып жатырмыз. Бұл тарих, мен алғашқыдан қарағанда, бұл ең керемет тарих болатынына сенімдемін. Құдайдың бізге берген шексіз мүмкіндіктеріне лайық болу үшін дұға етем. Бірақ Рузвельттің үміті ақталмады. Ол қайтыс болғаннан кейін 1 жыл өткен соң, әлемде алпауыт державалар арасындағы текетірес басталды. Ол тарихқа қырғи қабақ соғыс деген атпен енді.